Бүгін мәңгүрт деген түсінікті талқылайық. Мәңгүрт дегенді кезінде Шыңғыз Айтматов өзінің Плаха деген романында өте жақсы көрсеткен. Мәңгүрт деген, былай қысқаша айтқанда, арнайы миына әсер етіп, оның кім екенін ұмыттырады, қайдан шыққанын, не істеп жүргенін ұмыттырып, бүкіл ой өрісін ұмыттырып, сондай дымсыз қалатын адамды айтады. Сосын ол соны қожайынның құлы болады, соның айтқанын істейді. Сондай адамды қысқаша айтқанда мәңгүрт дейді. Өкінішке орай біздің халқымыз, қазақ халқының кем дегенде бір 30-40% мәңгүрт. Енді мына қасымыздағы халықтың істеген саясаты, әсіресе мына кеңес дәуірінде жүргізген бұның бәрі, соның нәтижесі. Олар соның қазір рахатын көруде, біз соның зардабын шегудеміз. Сол мәңгүрттіктен. Қазір олар бізге ешкім мәңгүрт қылып атқан жоқ әдейлеп, бірақ солардың кезіндегі сол салған дақыл дәнектері қазір өсіп, солар соның жемісін көруде. Біз өкінішке орай соның зардабын шегіп, әлі содан құтыла алмай жүрміз, және қашан құтыламыз, бір Құдайдың өзі біледі. Енді мен айтайын дегенім, мәңгүрттің ішіндегі ең сорақысы, ол өзі ана тілін біле тұра, өзінің ұрпағын, балаларын, немерелерін сол бөтен тілде тәрбиелеп өсіріп жатқандар ең сорақы, ең оңбаған, ең сатқындар, мәңгүрттің ішіндегі ең жамандары осылар. Анау тіпті тілді білмейтін, білгісі келмейтіндерді оларды түсінуге болады. Білмейді олар, білгісі келмейді, сондықтан балдарымен солай қожайындардың тілімен сөйлеседі. Мыналар біліп тұрып, біле тұра, өздері кәдімгі дұрыс біліп тұрып, талай өздеріңізде көрген шығарсыңдар. Былай қарасаң, бір ақсақал, ақжаулықты анамыз шүлдірлеп, бөтен тілде немерелерімен жүреді. Қандай жек көрінішті, қандай сондай бір өрескел, кәдімгі не істерін білмей қаласың да, соны көргенде. Кәдімгі мәз болып, бөтен тілді мектепке беріп, солармен бөтен тілді сөйлеп, солар бөтен тілде тәрбиелеп, солардың тіліне үйретіп, сөздеріне үйретіп, сөйтіп мәз болып жүреді, соған қара. Кәдімгідей мәз, былай түрлене қарасаң. Ең нағыз кәдімгі қадірлеуге де, сыйлауға да, құрметтеуге де тұрмайтын адамдар, қанша сақалы ақ болсын, қанша ақ жаулықты ана де, ешқандай да қадірлеуге де, сыйлауға да тұрмайтын адамдар бұлар. Жасы болсын, кәрісі болсын. Біле тұра, балдарын мәңгүрт қылып атқандар. Ең сорақылар осылар. Атаңа нәлеттер, оларды тіпті беттеріне бар, түкірсең де аяуға тұрмайтын адамдар бұлар. Өйткені сана сезімдері бар. Олар енді мәңгүрт емес қой. Сана сезімі бар ғой. Қайдан шығып, қайдан баратқанын біледі. Соларға бір жеткізетін адам болса, бұлардың істеп отқандары ең ұлтымызға, елімізге, халқымызға деген сатқындық екен. Енді аманшылық болса мүмкін өзгерер заман. Негізі өзгеруде ғой, бірақ әлі тым жай жүріп жатыр осы өзгерістер. Енді қолдан келгенді бәріміз осы отырған жерде жасауымыз керек. Сол қысқаша айтайын дегеніміз мәңгүрттер туралы.